Армысыздар, неге каналын тамашалаушылар. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі ұсынатын әңгімеміз мистикалық өте қызықты әңгіме болмақ. Бұл әңгіме жалпы менің бір танысымның басынан өткен. Олай болса, құлақтарыңыз түрік болсын. Ең бастысы комментарий қалдырып, лайк басып, одан да ең бастысы подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ол арақты өте қатты ішетін, күнделікті ішуден басқа оның тірлігі де жоқ. Кезінде істегем, қазір балалар өздері ержетті. Өздеріне қажеттіні өздері істеп алсын. Енді өзім үшін өмір сүремін деген сылтауы тағы бар. Жасы 50-ден асқан жігіт ағасы дударланған ақ шашын сумен жатқызып, күнделікті әдетіне басып, көрші үйдегі өзі секілді бөтелкелес досына тағы келді. Үйден де зорға шықтау. Әйелі күндегісінше бақырып, соңында қала берді. Бұл көршіден құрал сайман сұраймын деп сылтауратып, ентіге басып жеткенінде сол екен. Көршісінің әйелі үйінде жоқ болып шықты, ал балалары сабақта екен. Бұлардың да күткені осы емес пе? Сонда да бұлар сақтық танытып, біреу кеп қалса үстімізден түспесін деп, аулада орналасқан времянкаға кіріп жайғасты. Екеуі ащы шылымды бұрқырата шегіп, жырқ-жырқ күліп, болмайтын әңгімелерді айтып отырғанында, бағана қойнына салып келген бөтелкесінің де бітуге таяғанын байқаған көршісі бұған қарап, ықылық ата, сен отыра тұр. Мен қазір дүкенге барып, қарызға жаздырып, тағы бір шөлмеге келейін. Әйтпесе қазір әйелімге қалса әрі-бері шыға алмай қаламыз деп, бір үлкен шаруаны шешетіндей, сұқ саусағымен дүкенді нұсқап, қисалаң басып, ықылық ата жөнеп берді. Бұл да бөтелкедегі 100 грамды құйып, тартып жіберіп, көзін жұмып, пияз иіскеп, ескі диванға шалқая бергені сол еді. Времянканың екінші бөлмесінен жап-жас, үстіне жасыл халат киген, әдеміше келген келіншек келіп, мұның алдында дастарханда тұрған шөлмекті алып, арақты соңғы тамшыларында қалдырмай мұның стаканына құйып берді де, столдың шетін жинастыра бастады. Бұл қанша жерден мас болса да, басында таң қалып, кейіннен, мүмкін келіні болар, мына бөлмеде тынығып жатқан шығар, сосын ыңғайсызданып енді шыққан шығар деген ой сабырлыққа шақырғандай болды. Ал мына келіншек дастарханды тазалап болған соң, мұның стаканына енді напитық құя бастады. Бұл ішінен, япырмау, мынау неткен әдепті келіншек өзі. Неге ішіп отырсыздар деп ұрсама десем, қайта күлімдеп, іші бауырыма кіріп бара жатыр-ау деген ой сап ете түсті. Не де болса, жас келіншектің жанында бір шырқап қалайын деген оймен әжептәуір қызып қалғандығына да қарамастан, қай үйдің келінсің өзің қарағым деп еді. Анау естімеді ме, терезе жаққа қараған күйінше шайын құйып, кесесін сүрте берді. Мүмкін терең ойға шомып кеткен болар деп ойлаған бұл, одан әрі келін темекің бар ма деп сұрады. Осы кезде ғана бұған бұрылған келіншек лып етіп орнынан тұрып, қалтасынан бір қорап әйелдер темекісін ұсынды. Не де болса мына келін қаланың орысшатыс қызы болған екен-ау деп ойлағанынша, мұның қолындағы темекісін қалтасындағы оттықпен демде тұтатып та берді. Түф шіркін-ай, біздің қатындар осы неге осылай қызмет етпейді бақыра бергенше, бізді бір күнде ішетін адамдарға ұқсатып қояды деп іштей ойланды. Бағанадан бері арағын құйып, темекісін тұтатып, күлімдеп, шауып жүрген бұл кімнің келіншегі болды екен деген ой басына қайта-қайта келе берді. Мүмкін әлгі көршісінің інісінің жұбайы ма екен? Жоқ әлде мына времянканың бір бөлмесін жалға алған жалғызбасты келіншек болды ма? Ондай болса, балалары қайда екен деген сияқты ойлар басына сап етіп келіп жатты. Не де болса, енді орайы келген болар деген оймен, бұл әлгі иіліп шай құйып отырған сымбатты келіншекке дауысын көтере, қарағым, өзің түр сымбатың келіскен екен, қай үйдің келіні болдың деп сұрады батылдана. Дәл осы кезде ғана мұның көзіне тік қараған келіншектің көзі сондай адамды тереңге тартып әкететін байқап үлгерді. Ал келіншек бұған қарап, есімім
«Белая горячка болады деп сыңғырлады даусымен. Одан арғысы мұның есінде жоқ. Тек көршісімен бөгде жандар мұны өртке оранған времянка ішінен үстіне киімін жауып алып шығып бара жатты. Ал жартылай есін білетін бұл тіпті түтінге уланып талықсып кеткенінде, үсті басының аздап күйгенінде ауруханаға барғанда бірақ сезді. Оқиға былай өрбіген екен. Араққа кеткен көршісі дүкеншіге барып, соңғы сөзін айтып, 2 бөтелке арақ алып шыққан сол, дүкен сыртында отырған одан да басқа ескі бөтелкелес таныстары мұны шақырып, амалсыздан 1 бөтелкесін соларға сыйлауға тура келген. Бірақ ол арадан да 1-200 грамм жұта кетейін деп ойлаған ол, біраз кідіріп қалған. Кейін мұның үй жағынан қалың түтін шығып, көршілері өрт шықты деп айғайлаған соң, тәлтіректей жүгіре басып келгенде, қызыл жалынға оранған времянка ішінен көршісінің қалып қойғандығы есіне түсіп, жанындағы жігіттермен бірге ішке кіріп кеткен. Ол осы кезде денелерінің күйгеніне қарамай әйтеуір әупірімдеп жүріп көршісін құтқарып қалды. Бірақ времянкасымен жапсарлас соғылған сарайы және бастырмасы өртеніп кетті. Абырой болғанда өрт сөндірушілер келіп үйін аман алып қалды. Әйтпегенде ол да кетер еді өртеніп. Ал денесін күйік шалған көршісі ауруханада жатса да, әлгі есімін «Белая горячка» деп қалжыңдаған келіншек енді мұнда келіп, оның жастығын түзетіп, медбикелерден тығылып, арағын құйып беріп жүрді. Ал бұл өмірге мәз қалпынша өзімен өзі мәңгілік мас күйде жындыханаға ауыстырылды. Достар, егер әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Ең бастысы подписаться етеді деген сенімдемін.